Мен Несіпбекова Ұлтуар Нұрымқызы, 3-ші сыныптар бойынша 1-ші топ модераторымын. Біздің топ лесін стадий сабақты зерттеу сабағы бойынша биылғы жылы 3-ші Е сыныбын нысанаға алдық. Сынып жетекшісі Несіпжанова Ақерке Нұрғанатқызы. Бүгінгі таңда біз қалай үйрету керек, нені үйрету керек деген сұрақты алдыға мақсат етіп қоя отырып, оқушыларға жаңартылған бағдарлама бойынша жаңа әдіс тәсілдерді оқушыларға бірлесіп, яғни мына өзіміздің тобымызда 7 мүшеміз бар, 7 мүшеміздің пән мұғалімдеріміз барлығымыз ақылдаса отырып, әрқайсымыз өзіміздің әдіс тәсілдерімізді қосып, осы сыныпқа өтіп жатырмыз. Бүгінгі таңда оқушыларымыз сол арқылы білім сапалары көтерілді. 3-ші тоқсанның қорытындысы бойынша өзіміздің жетістігімізді біз байқадық. Мысалы, біз сабақтарымызда көптеген әдіс тәсілдерді қолданып жатырмыз, мінекей бүгін көріп отырғандарыңыздай. Бүгінгі сабақта мен өз мақсатыма жеттім. Менің оқушыларым жеке, жұптық және топтық жұмыстарды жасай алады. Бүгінгі сабақта белсенді қызығушылықпен қатысты. Бүгін біз өте ерекше сабақ өтеміз. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен ширату жаттығуын жасап алайық. Тұрып, бір-бірімізге қазір біз қандаймыз деген ширату жаттығуын жасаймыз. Ал 1-ші топ, 2-ші топқа, 2-ші топ, 3-ші топқа, 3-ші топ, 4-ші топқа айтамыз. Жүре ма? Ал кет бастайық. Біз қандаймыз, сенімдісің талаппыз. Біз қандаймыз, ақылдысың, тәртіптісің. Біз қандаймыз, көңілдісің, көріктісің. Біз қандаймыз, әдемісің, әдептісің. Ал барлығымыз қандаймыз? Тәртіпті алдаймыз. Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Балалар, біз алдымен топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін қазір сіздер тақтадағы қаңғыз қоңызын көріп тұрсыздар ғой? Қаңғыз қоңызын аласыздар. Екі қанатын ашқан кезде сіздердің алдыларыңызда тұрған топтың атауы шығады. Бірақ та бұл жерде топтың атаулары 4 топтың атауы бар. Адалдық, қамқорлық, тазалық және жақсылық деген. Олай болса, жайлап біртіндеп келіп, қоңыздарды ала қойыңыздар. Жақсы, олай болса бірінші топта сіздерде қандай сөз шықты? Адалдық. Онда сіздер адалдық тобы боласыздар бүгін. Екінші? Жақсылық тобы. Үшінші? Тазалық тобы. Төртінші? Қамқорлық тобы. Жақсы. Енді мен сіздерге сабақтың басынан сабақтың соңына дейін қандай бағалау жүреді, соны айтып кетейін. Алдарыңызға қазір транспортер сызғышын таратып бердім сіздерге. Бұл 1-ден 10-ға дейінгі балдық жүйе. Сіздер қалай тапсырманы орындайсыздар? Мына транспортердің тілін жылжыту арқылы өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Жарай ма? Үйге қандай тапсырма берді? Сіздерге қол көтеріп жауап берейікші. Арнұр. 7-ші беттегі 3-ші тапсырманы берді. Амалдардың орындалу ретін анықтап, баған түрінде шығарып келеміз. Жақсы, жарайды. Мен сіздерді қазір үй тапсырмасын сұрамас бұрын мынадай әдіс қолдануым керек. Алдарыңызда кубик тұр, иә? Кубик әдісі. Барлықтарыңызда тұр. Қазір сол кубикті бір оқушы алдыларыңызда отырған ең бірінші партадағы оқушы лақтырады. Қай сан түседі, сол топтағы сол оқушы үй тапсырмасын айтатын болады. Жарай ма? 124 көбейтілген 5, азайтылған 228 мәнім. Бірінші амал 124 пен 5-тің көбейтіндісі 620-ға тең. Екінші амал 300 пен 620-ның қосындысы 920-ға тең. Үшінші амал 920 мен 258-дің айырмасы 662-ге тең. Біз 3-ші тапсырманың екінші өрнегі 662. Дұрыс па балалар? Иә. Мәні қанша шықты? 662. Жақсы, ең қамқорлық тобы. Кубиктерді састаңыздар. Тастай бол. Екінші оқушы. 300 қосу 620, мәні 920-ға тең. 920 мен 258-ның айырмасы 662-ге тең. Сонда екінші өрнектің мәні 662.
Екінші өрнектің мәні 69. Жарайсыздар. Тазалық тобы. Көбілік тастардағы. Екі. Ал қанша қолға бірінші өрнекті? Бірінші өрнек. 205 көбейтілген 3, 108 көбейтілген 4. Өрнектің мәні бірінші амал 205 көбейтілгісі 615-ке тең. 108 көбейтілгісі 432, 615 азайту 432 тең 183. Бірінші амалдың мәні 183. Дұрыс па балалар? Барлығымызда екі тапсырмасы дұрыс болса, транспортерді бірге бағалап қояйық. Қойдық па? Жақсы. Олай болса, біздің өткен сабағымыз 2 және 3 амалмен шығарылған есептерге. Бүгін біз сол тақырыпты қайталаймыз, яғни есептер шығару. Аулада демалу мәдениеті. Ал балалар, біз аулада демаламыз, е? Аулада қандай мәдениетті сақтаймыз? Қол көтеріп жауап берейікші. Жаз. Қоқыс тастауға, айқайлауға және де тазалық сақтау. Жақсы. Сеніңді? Ол жерде біз аулада біз қоқыстарды тастамай, өзіміздің ауланы әдемі ұстау керек. Біз аулада ағаш бұтақтарды сындырып, қоқыс тастауға болмайды. Сонымен балалар, мен сіздердің айтқан пікірлеріңізбен келісемін, дұрыс айтып отырсыздар. Сіздер аулада демалу мәдениетінде қоқыс тастамауға, біздің айналамыздағы өсімдіктерді ластамауға, барлығын дұрыс айтып отырсыздар. Мен сіздердің пікірлеріңізбен келісемін. Олай болса қазір мен балмұздақ таяқшасы әдісін қолдана отырып, сіздермен оқулықпен жұмыс жасасақ. Қазір бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Шамалай үшбұрышына қара дейді. Бұл жерде 3 есеп берілген. Мен балмұздақ таяқшасынан 3 балмұздақ таяқшасын таңдап, 3 оқушыны тақтаға шығаратын боламын. Сіздер есепті оқып, шартын құрып, есепті тақтада шығаратын боласыздар. Жарай ма? Жақсы. Сырым, келе ғой. Біріншісінің астына шығасын, жарай ма? Алтынай. Келесі сезім. Қаламыз дәптерге күнделігін жазамыз. Сәуір 24-і. Бір банка бояудың массасы 180 грамм. Осындай 4 банкада неше грамм бояу бар? Не белгілі? Массасы белгілі, саны белгілі. Бір банканың массасы белгілі 180 грамм, я? Саны 4 банка. Ал жалпы массасын табамыз. Ол үшін істедіңіз? Ол үшін 180-ді 4-ке көбейттім. Теңі 720 грамм. Жауабы жалпы массасы 720 грамм. Қанеке балалар дұрыста? Жарайсыз, сезім отыра қойыңыз. Сізге бағалау неге смайлик. Жарайсыз. Сезім алалым. Жақсы. Жарайсың, Аянке?
транспортерлеріңді бірінші болып шығарған оқушылар екіге қарай жылжыта береді. Жарай ма? Болғаныңыз. Иә, сенімді, сіз екіге жылжытсаңыз болады. Есептеріңізді қойыңыз. Ауладағы бір орындықты бояуға 320. Массасы мен саны. Массасы 320 грамм, ал саны 3 орындық. Жалпы масса сұрақ белгісі. Шешуінде 320 көбейту 3 тең 960. Жауабы жалпы масса 960 грамм. Дұрыс па ма балалар? Иә. Дұрыс, иә? Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Болса, енді балалар, кім жылдам деген ойынды ойнаймыз? Жылдамдықты арттыру мақсатында қазір екінші тапсырмаға қарай қойыңыздаршы. Өзіндік жұмыс, иә? Өші деп жазылды. Кім жылдам? Осы есепті шығарып, ең алғаш болып келген 10 оқушыға менің тарапынан бағалау бар. Сондықтан, екінші тапсырманы қазір орындаймыз. Кім жылдам? Ал шапшаңдықтарыңызды байқайық. Апай, болдым. Болды па? Ақын сен қампиялық шеңсеңізді. Біздің сыныптың ең жылдам оқушысы бірінші болып келді. Ол сенімді. Ал басқаларымыз сенімдіні қуып жетеміз. Жарайсыз. Сезім. Қанекей балалар, екінің астында бір заттың бағасы дейді. Бұл жерде бізде не белгілі болып тұр? Қарайшы суретке. Шырын мен шоколадтың Бағасы. Иә, шырын мен шоколадтың бағасы белгілі болып тұр, иә? Саны белгілі ма? Белгілі. Құны ше? Құны белгісіз. Біз күнделікті дүкенге барамыз ба? Дүкеннен шырын, шоколад аламыз ба? Ал қанекей, енді қанша штук алатынымызды білеміз, қанша дана алатынымызды білеміз ба? Енді дәл біздің күнделікті өмірге байланысты есеп беріліп тұр балалар. Қараңыздаршы кітапқа. Бір шырын 75 теңге тұратын болса, 6 шырын қанша теңге тұрады? 450 теңге. 450 теңге тұрады. Бір шоколад 140 теңге болса, 520 теңге. Енді екеуін қосқанда барлығы қанша теңге төлейді? Жарайсыздар, енді соны жылдамдап шығарып дейміз ба? Ал әкелем өтер. Маған алғашқы келген 10 оқушыны бағалаймын. Балалар арнала ғой. Жарайсың әйелге. Әбден, есебімізді қате бар. Мұқият көбейтеміз. Қалауын қаш. Жарайсың әсия. Жарайсың әсия. Жауабымыздан сұрып. Жарайсың. Ал, маған есепкен оқушылар қолымыз көтеріңізші. 7, 6, 8. Енді екі оқушыны тексеремін. Жылдамдатамыз. Дұрыс. Жарайсың. Қанекей ал. Көп жүрейік. Сұрасыл. Жарайсың. Жарайсың. Жарайсың.
Жақсы, енді балалар. Есепті маған кім оқып береді шешуін жауабы? Ал. Сезім, оқи қой. Шешуінде 104 көбейту 5 тең 520 шығады. Екіншісі 75 көбейту 6 тең 450 шығады. Ал екеуінің 520 мен 450-дің қосындысы 970-ге тең. Жауабы 970 теңге төленді. Құны 970 теңге. Жарайсыздар. Барлықтарыңызға осылай шықты ма есеп? Серік қисатын жасамайық. Бәріміз орнымызда тұрайық. Басымыз қалай сөйлейді? Жоқ. Иығымыз қалай сөйлейді? Білмеймін. Қолымыз қалай сөйлейді? Сау бол. Ерек. Саусақтарымыз қалай сөйлейді? Жақсы. Ойна. Аяғымыз қалай сөйлейді? Енді балалар, сіздермен топпен жұмыс жасағым келіп тұр. Топпен жұмыс жасау үшін мен қазір сіздерге доп лақтыру әдісін. Яғни бұл жерде біз әдіс емес ойын ойнайық. Доп лақтыру ойынын ойнаймыз. Қазір әр топтан 2 оқушыны шақырамын. Бірақ допты мына корзинаға, яғни осыған көздеп саласыздар. Көздеп салған оқушыға экраннан, тақтадан бізде есеп беріледі. Сол есепті тобыңызбен жұптасып, бірлесіп шығарып, есепті оқисыздар. Жарай ма? Ал, ол үшін топпен ақылдасыңыздар, кім шығады? Бұл жерде бағалы айтпақшы. Апай, бұнымен жазу шығады. Қазір балалар, қазір балалар, бұл жерде топпен болғанда бір-бірімізбен жарысамыз, жарай ма? Бірақ топтық бағалау бізде қиын болады. Мен сіздерге арнайы сақина беремін. Дұрыс жауап болса ғана беремін. Сол сақинаны аласыздар да, пілдің мұрнына салу арқылы өздеріңізге ұпай жинайсыздар, жарай ма? Ал. Апай, біздің топтан Айтөре. Бір оқушы екен, Айтөресіз ба? Айтөре. Екінші топтан? Арсен. Үшінші топтан? Расул. Төртінші топтан? Нұрым. Міне, қолдарыңызға бір шатыр алыңыздар, өздеріңіз таңдамаңыздар. Тез. Көзе аласыздар ма? Ал. Қай топ түсіреді, сол топқа тапсырма беріледі. Ал, бастай қой. Арнұрдан бастайды. Ой, Айтөре бастай қой. Ой, жарайсыздар. Нұрым. Өкімейміз. Қайдан лақтыруға болады? Арсен. Қазір мен тапсырманы ашатын боламын. Сіздер алдыларыңызда қалам сапының ішінде маркер бар, маркермен тапсырманы жазып аласыздар да. Жылдамдықты қоса отырып. Ал бірінші топ түзу тұрамыз. Бірінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз. Жазып алыңыздар тестті қағазға. Топпен жұмыс жасаймыз. Екінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз. Төртінші аралық тобы. Жақсы. Қолымызды түсіреміз. Ал бірінші бізде жақсылық тобы. Нұрасыл қорғай ма, кім қорғайды? Тез ал.
Диас қалай ол? Басқа топ тыңдаймыз. Қалған топ дұрыс есеп шығарды ма, шығарған ба? Қазір сіздер арқылы мен сақинаны беремін. Жарай ма? Бірінші 303-ке 3-ті көбейтсек, 909, 909-ға 605-ті қосқан кезде 974 шықты. Дұрыс па балалар? Сақина берейін ба? Жарайсыз. Диас, жылдамдықтарыңызды ескерсек, сіздерге 2 сақина береді. Тамаша, керек. Алдыңғы екінші тазалық тобы. Апай, мен қазір бір қабыл болама? Ой, тазалық тобы мен сақинасы. Біз екінші қамқорлық тобы тұқты ғой. Я қамқорлық тобы келе ғой. Болады? 990 мен 3-тің бөліндісі 330. 330-дан 20-ны азайтсақ 240. Ал, сақина берейін ба? Қамқорлық тобына. Тексеріңіздер ма? Жоқ. Ал, я Диас. 330-дан 120-ны азайтқан кезде 210 болады. Дұрыс па балалар? Кімдікі дұрыс? Диастың қатесін тапты. Сенімді 993-ке бөлсек 330. 330-дан 120-ны азайтсақ 210 шығады. Сіздер қателестіңіздер. Диас, сіздің тобыңызда тағы бір сақина. Ал отырыңыздар, болмаймаңыздар, алда тағы да ойындар бар, иә? Жақсы, келесі бізде біткен тазалық тобы келе ғой. Тез алып, қананға қырамыз. Бұл тез. 920-ны 3-ке бөлсек 304. 912-ні 912-ні 3-ке бөлсек 304 шығады. Соған 180-ді қоссақ 412 шығады. Дұрыс па балалар? 304-те 108-ді қоссақ 412, иә? Дұрыс, жарайсыздар. Келесі, бізде адалық тобы келе ғой. Бізде 843 азайту 804 бөлу 4. Ал бірінші бізде орындалады 804-ті. Қанша болады? Оның мәні 201. 843-тен азайтты тең болады 642. Мәні 642. Дұрыс па балалар? Дұрыс, иә? Жарайсыздар. Жақсы. Келесі ойын бізде балалар мар ойыны, иә? Аулада жиі қыз балалар ойнайтын ойынның түрі ол мар ойыны, иә? Ал мар ойынға бізде кім шығады? Кел, өздеріңіз шығара беріңіздер. Бірінші топқа, бір оқушыдан. Ал бір санға тастайсыз. Мына жаққа тұрып қыздар. Бір санға тастайсыңдар, соны айналып келген кезде мен саған тапсырма беремін. Жарай ма? Енді 10-ға дейін жүресің. Я. Мінекей сізге мына санның артында тапсырма бар. Бір санның артында соны тобыңызбен бірге ақылдасып шығарып келіңіз. Келесі. Ал топпен орындаймызда тапсырманы келді береміз. Жаңа қағаздың артына орындаймыздар. Кеттік ал. Бірінші біткен топ бізде жақсылық тобы, иә? Жақсылық тобы есептеріңізді оқып, мәнін айтыңыздар. Жақсы ал оқы ғой. 142 көбейтілген 3. Бірінші 2-ні 3-ке көбейтсек 6. Одан кейін 3-ті 4-ке көбейтсек 12. 12-нің 2-сі түсіп, бірі ойда. 3-ті 1-ге көбейтсек 3, ойдағымен 4. Яғни 426. 142-ні 3-ке көбейтсек 426. Жарайсыздар. Келесі екінші топ тазалық тобы. 152 көбейту 2 тең 304. Жарайсыздар. Мәні 304. Қамқорлық тобы.
3 үшім 9, 9 түседі, 3 үшім тағы да 9, жанына барып 9 түседі, 3 бірім 3, сонда 3 мәні 399. Жарайсыздар, 399. Келесі бірінші топ, Әліпке қалалық тобы. 244 көбейтілген 2. 4-ке көбейтсең 2-ні 8, 4-ке көбейтеміз 2-ні тең 8, 2, 4. Мәні 488. Жарайсыздар. 488. Келесі бізде соңғы ойынымыз, ол асығап ойыны. Қазір бір-бір топтан бір-бір оқушы шығып, бір асықты құлатамыз, сол асыққа сіздерге тапсырма берілетін болады. Жарай ма? Келесі сұрағым. Екінші топтан. Арсен шықсыншы. Арсен тапсырай отыр бізде. Үшінші топтан Қуаныш. Төртінші топтан Сенім. Ал, ата бір. Біреусін құлат. Есеп шығару арқылы баспалдақтың пазлын құрастырдық, иә? Қазір осы баспалдақтың пазлы арқылы біз сабағымызды қорытындылаймыз. Мен сіздерге өздеріңіздің суреттеріңізді таратып беремін. Сіздер баспалдақтың қай баспалдағына келгендеріңізді суреттеріңіз арқылы көрсетесіздер. Ең төменгісі мен бұл жұмысты істемеймін. Екінші, мен бұл жұмысты істей алмаймын. Үшінші, негізі істегім келеді. 4, бірақ қалай істеймін? 5, не де болса істеп көремін. 6, мен істей аламын. 7, менің қолымнан келеді. 8, бұл оңай екен. Яғни сабақтан сіздер қандай әсер алдыңыздар? Сабақ ұнады ма? Ұнаған болса, өздеріңізді, суреттеріңізді қай баспалдаққа ағарып қоятындарыңызды шешесіздер, жүрейді. Ал өзіміздің суретімізді алалық. Марал. Ала ғой. Әсия. Бола ғой, Нұрасыл. Жарайсыздар, ал балалар сіздердің барлықтарыңыз ең жоғарғы баспалдаққа менің қолымнан келеді, бәрі оп-оңай дегенге жабыстырыпсыздар, иә? Ал өз ойларыңызды білдіріп жіберіңіздерші, бір-екі оқушы. Айерке, неге оған жабыстырдыңыз? Себебі маған бәрі түсінікті болды, тағы есептер оңай болды. Жарайды, жақсы. Қуаныш. Есептеріміз оңай болды. Бүгінгі сабақ жақсы өтті. Сенімді? Маған осы бүгінгі сабақ ұнады. Есептер оңай болды. Жақсы, жарайсыздар. Сіздердің бүгінгі сабаққа белсенді атсалысып қатысқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 53-ге 5-ші тапсырма. Ал енді топ бойынша бағалап кетейікші. Тілдеріңіздің мұрнынан қараңыздар. Кімде қанша сақина бар? 3. Бірінші топ, адалдық тобы 3 сақина. Жақсылық тобы 4 сақина. Тазалық тобы 2 сақина. Қамқорлық тобы 1 сақина. Олай болса топ бойынша жұмыста бірінші орын алған бізде жақсылық тобы.